Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде 4-ші сабақ «Бала Абай» тақырыбында. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 4-ю тему «Мальчик Абай». Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь, выучи. Ақын, поэт, дара, особый, тұлға, личность. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Обрати внимание на окончание. Мен ақын боламын. Сен ақын боласың. Сіз ақын боласыз. Ол ақын болады. Суретке қара. Суретте кімдер бар? Олар не істеп отыр? Посмотри на картинку. Кто на картинке? И что они делают? Суретте бала Абай. Абайдың әжесі Зере және Дулат ақын. Дулат ақын домбыра тартады. Бата береді. Атақты ақын. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Послушай текст и ответь на вопросы. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. Абай әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абайдың әжесі Зере өте мейірімді адам. Ол Дулат ақынды құрметтеді. Абай кіммен сөйлесті? С кем разговаривал Абай? Абай әжесінен кім туралы сұрады? О ком спрашивал Абай? Қонақтың аты кім? Как зовут гостя? Ол не істейді? Что он делает? Қонақ кімге бата береді? Кому он дал свое благословение? Екінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. Прочитайте диалог. Ответьте на вопросы. Бірінші. Абайдың үйіне кім келді? Абайдың үйіне атақты ақын келді. Қонақтың аты кім? Қонақтың аты Дулат ақын. Абайға кім бата берді? Абайға Дулат ақын бата берді. Қонақ не істеді? Қонақ домбыра тартты. Абайдың әжесі қандай адам? Абайдың әжесі мейірімді адам. Абай өскенде атақты ақын болды. Батаны оқы және жаттап ал. Прочитай благословение и выучи. Шырағым ер жетерсің, ер жетсең сірә нетерсің, алысқа шырқап кетерсің, шындасаң шыңға жетерсің. 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Напиши предложение, открывая скобки. Выбери правильный вариант. Абайдың ауылына ақын келді. Екінші. Абай Зере әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абай өскенде ұлы ақын болды. 5. Абай дара тұлға. Кел жаттайық. Выучи. Мақал, пословица. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ер көгерер. Есте сақта. Прочитай, запомни. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. Дулат ақын Абайға бата берді. Абайдың әжесі Зере ақынды құрметтеді. На этом мы закончили урок. Поставь лайк, мне будет приятно. И подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание, до свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.